Мгм. Темаңыз мобил һәм сымлы тармаклардың конвергенциясы деген. Демек, мобил һәм сым менен байланышкан вакытта соның экөөнүн имканияты кандай һәм калай байланыштыруу керек. Мобил деген билесиз, бул сымсыз байланышлар, сонымен сымлы тармаклардын бири менен байланышкан убакыттагы технологиясы хакында сөз жүртөмүз силер менен. Хош, демек, көрүп туруппу слайд. Ооба көрүнүп турат. Ооба. Soft switch деген демек модернизациялау концепциясы бар. Ол 2005-2006 жылдарда түсінікті болды. Яғни сондай НГН концепциясын раваждандыру стратегиясын қалыптастырды. Демек, soft switchtен жаңа концепция өту төмендегі принципларды алу мүмкін. Демек, қандай? Бұлар біріншісі мобиль тармақтарды раваждану соған алып келеді. Яғни көпшілік НГН абоненттерінің мобиль телефонларында бар. Демек, нәтижеде пайдаланушылар НГН терминалларында демек керекli тармақ функциялары һәм сол тармақларда кең полосалы кіру функцияларын реализация қылу қалайды. Мысалы, сіздерде роуминг функциялары деген, яғни тармақта білесіздер, азыр өздеріңіз 4G, 3G, 2G, 5G деген нәрсені, міне сол G-лерді қарап раваждану һәм кең полосалы тармақлы конверсия қылу идеясын алып келген. Демек, қазіргі күнде біздерде Өзбекстандан 5G технологиясы бар. Енді ол үшін hamma жерде бар деп айта алмайсыз. Модернизация жұмыслары алып барылу керек. Сізге жеткізіп беруші антеннелер сол 5G технологияны жеткізіп беруді қолдап қуаттау керек. Һәм де сіздің телефон аппаратыңыз сол 5G'ді қабылдамаса, оны істемейді. Енді бұл ұялы, яғни мобилалық. Ал домашний не болса, сіздерде қазіргі күнде білеміз, Өзбекстанның барлық жерлеріне оптик кабель тартылған. Оптический кабель. Бұл азыр mesela Қарақалпақстанда алатын болсаңыз, Мойнақ бар ма, Тақтау көпір бар ма, бәр жерде оптик кабель барған. Енді бұл түсінікке ие болу керек адамдарға. Біреулер айтады, мәселен дейді, бұл интернет келгеннен кейін біз үйіңізге сізге апарып береді, абонент платасын төлеп пайдалануыңыз керек, һәм жалған төлеуіңіз керек. Ал бұнда дейді, жаңағы жастар жаман затлар көріп жаман неге айлап кетеді дейді. Енді ол сіз оны өйтіп жасырып қойғаныңызбен ол жақсы болып қалмайды. Етібар беріп қарап, мәселен сол шаңырақты я сондай шаңырақты етібар беріп сіз анализ етіп көріп, сенбесеңіз. Етібар берсек, үйінде телефон аппарат бар. Қандай? Яғни апай сотовый аппараттан пайдаланады. Ұялы арқылы. Демек сотовый аппараттағы енді интернетке жалғанады. Қалай оның ішіне өзі соны айтып отырған адам кіріп пайдаланып білмейді. Ал үйіндегі сол балалары бәрі кіре алады. Кім гарантия береді қай жаққа кіріп отырғанын? Себебі ол әке шешесі оны білмейді. Демек, ол бәрібір кіріп көреді. Сіз көрмейді дегеніңізбен. Соның үшін бұл нәрсе шектеуден алдын, сіз алдына көп нәрсе қойсаң, адам сондай нәрсе. Демек, сіз сондай объемный маалымат қойсаң, ол бизар болады, көрмеуге әрекет істейді. Сіз һәм оның жақсы жағын айту керек, жақсы тарапқа пайдалануды үйрету керек. Демек, ол сіз деп жасырып қойғаныңызбен еш нәрсе оған байланып кетпейді емес. Адам соны білу керек, маалыматты фильтрлеп, демек, жақсы жаман маалыматты пайдаланбау керектігін түсініп жету керек. Бәрібір ол кіріп көруге әрекет қылады. Біз білеміз, интернеттен пайдаланған уақытта сондай маалыматларды жақсы, жаман маалыматқа қарап, бәрі оның демек, низамға қайшы келетін маалыматтан пайдалансаңыз, ол сіздерге жаза тайын. Соның үшін ona itibar беруіңіз керек. Міне. Екіншісі, міне,
Ақырғы бірнеше жылдар davomida байланыс қызметтерінің персоналдастыру концепциясы кең тарқалды. Яғни мына энген демек сол технология дәуірімен басланған қызметлер саласында революция жүзі кең қызметлердің құрамы күшейіп бастады. Демек қазір міне бәрібір қаншадыр уақыт өтуіменен сол қоңсы қоба басқасы сол біз айтып отырған технологиямыз міне 5G технологиясы кең рауажданып бұл қалғанлары бәрібір уақыттың өтуімен одан кіруге әрекет қылады ва һәм сол қызметтерден пайдаланып көреді. Демек ол сіздің үйіңіздегі құрылманы соған жетерлі, яғни соны технологияны қолдап қуаттап алуға тур келеді. Соның үшін алдынан бұнан бойлап істеген мақұл болады. Демек қызметтің үшіншісінде міне персоналдастыруды менен енген абонентлері роуминг бойынша жаңа талаплар байланысты. Демек роуминг деген нәрсені білеміз. Сіз мына компанияларды егер сол компаниялардың ұялы алақа дейміз, я сотовый связьларды демек сіз сол компанияның номерін шет мемлекеттерде сондай компания бар болса роуминг қызметтерін қостыру арқылы сіз осы нөмірді өзгертпей пайдалануыңыз мүмкін. Onun için bu meni imkoniyati. Hozirgi kunda bilasizlar, уже antennalarni biriktiruv. Ya'ni kompaniyalardan nomerlarni ikkinchi kompaniyaga o'tgan vaqtda sol nomerni saqlab qoluv. Mine bular ham xizmatlar turine kirib boradi. Mine to'rtinchisi oqibatda mine TriPlay xizmati konsepsiyasi. Demak, bu ne? Ma'lumotlarni so'ylav ham video birlashtiruv konsepsiya ishga tushdi. Demak, bu degani hozir mene sizlarмен байланысу үшін mine video байланысып o'tiribmiz. Mine bu xizmatlarni ko'rsatib berib, siz домашний hozir optik kabeldagi tezlik mobil tezlikka qaraganda qancha yuqori ekanini onu ham yaxshi bilasiz. Mine bu байланысты, ya'ni байланысты o'rnatib berib o'tirgan texnika engen sistemalar orqali ысыны жеткеріп беріп тұрды. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar jumlaqlab aytadigan bo'lsak, mine engen abonentleri mobillikka o'tmoqda. Demak, sotuvый tarmoqlar abonentleri keng polosali xizmatlardan foydalanib atır. Ya'ni hozir mine екі tarmoqning xizmatlarini bo'lsa personallashib, ya'ni bir tarmoq kelib chiqib atır. Siz hozir mine даже bilasiz, endi O'zbekistonda Tikaro o'zining mamlakatlik svyazi baylанысы Uztelekom mine abonentlarda u yerda ham sim kartali, ham sim kartasiz, ham sizlarga optik orqali ma'lumot yetkazib beruv konsepsiyasi bor. Mine bu hozirgi kunga rivojlangan texnologiya birini kiradi. Demak, tarmoqlarda evolyutsiya qo'zg'alasidan, ya'ni imesning paydo bo'luvi, ya'ni zamonaviy texnologiya konsepsiyalar qiluv bo'yicha ulug' harakatlar natijali bo'lib topiladi. Bu tendensiya shengberinde mine LAN ham WAN'dir. Bilasiz, bu tarmoq, ya'ni Wi-Fi tarmog'i. Al, ay, buna qo'shilib o'tirgan aylanaylar. O'chirib qo'ying anangizni. Telefonunuzni qo'shuvni bilmaysizlar. Даже buna ishindi. O'tgan sabaqdan eskертib edim meni. Yili жетіп бармағанlardan первакlar birinchi kurs meni bir kompyuter ilmini men Жұмабаев Ерлан deydi. Men bir kompyuter ilmini o'qitmayman, yili doğrulamagan profilleringizde. Qalay qalaysiz, qanday adamsızlar o'zim hayron qalaman sizlar. Sonu doğrulay almasa biz aralıktan o'qib, sizin o'zingizning shuni o'qiysiz aralıktan. Даже buna ishinde gruppasi yo'qlar ham bor. Qaysi gruppada o'qiydigan bilmaydilar bor. O'qib, o'tgan haftadan tashlab berib, ол gruppada emas, boshqa gruppadan chiqadi.
Бүгін мен оларға қарап болып отырмаймын, азыр емісін басып жібере беремін. Кешегі күні Бақтияров дегенлер бар. Бақтиярович, Бақтиярович ең қызығы, соны кімдір бар еді кеше, екі Бақтиярович бар еді. Ем алып кетті, сол көрген болса өзінде. Себебі екі группада сондай Бақтиярович. Точно аты, отчествосы бірдей бар да. Фамилиясы жоқ, қам группасы жоқ бұлар. Мәселен, міне екі емті компьютер дейді. Мына жерде кім о мынау? Кәрімбаев Ілхамды мен де қыдырып отыруым керек па, айналайын? Кәрімбаев Ілхам, сен кімсең деп. Не группаңды қосып қоймайсың? Ол қосылғаннан кейін сол звугын өшіруді. Не істеп жүргеніңізді, ар жағыңыздың бар затыңызды мен білемін ғой бұрыннан сіздерді. Сол үшін маған ойын қылмай ақ қойды, өткенде айтып едім. Ойыныңызды бұзып беремін, сіздердің қылып отырған ойыныңызды. Құрметсіздік қылмаңда, өйтіп кіргеннен кейін өшіріп қой звукты. Құрметсіздікті өзіңе қыл. Хош, міне лам менен ван. Демек, лан локал тармақта міне бірге бір, бірден бір маалымат, алмасу локал тармақта. Ван енді соны. Демек, бұл қазіргі күндегі Wi-Fi тармақларымызды айтамыз. Демек, бұнда демек екі Wi-Fi тарқатушы құрылма болса, олар бір-бірімен алып басқа екінші жаққа маалымат тарқатуы мүмкін. Демек, бұл тармақлар міне мультисервер тармаққа бірлестіруде конверсиясы жолда бір-біріне, әзір күнді көру имканиятын жаратылып қойыпты. Міне дәстүри телефония һәм VoIP IP демек технологиясынан пайдаланып IP телефония технологиясын бірлестіру екінші қадам болды. Демек, қазір көпшілік білесіздер, үйге оптика келсе, оптикадан IPTV сіздер жалғатуыңыз мүмкін. Барып сізде оптика үйге келсе, сіз телевизорге, ТВді жібере алады, оптик кабельден жібереді, обычный емес. Міне бұны сол технология арқылы бірлестіріп атырыпты. Демек, бұл технология, демек конвергенциясы, бір-бірімен байланысу үлкен қадам қойылып, глобал тармақта сіздерге маалымат алмасу имканиятын жаратып беріліп атырыпты. Демек, бұлардың сіздерге ключевой сөздері емес шеңберінде кең жинақлы, атап айтқанда, soft switch дағы NGS тармақларын әмелге асыру мүмкіншілігін жаратып берді. Бұл демек неге пайда келтірді? Экономикалық нәтижелі болады, қызметтер ұсыну, қызметтер көбейгенде бұл абонент көбейеді, һәм жеткізіп беру үшін бұған сарфлайтын қаражат азаяды. Демек, экономикалық сарф қаражат азайғанда біздер қаржы тарапынан жоғары имканиятқа ерсеміз, һәм тезлік асып барады. Демек, біздер маалымат алмасу тезлігінде асқан сайын, сол қайсыдыр технологиядан пайдалануға әрекет істейміз. Демек, емес формасында ұсты дәрежеде ажыратылады, транспорт дәрежеде, басқару дәрежесі һәм қызметлер дәрежесі үш дәрежеге бөледі. Бұнда бірінші транспорт дәрежесінде не? Транспорт дәрежесі, бұл пайдаланушы үскене жәрдемінде емес инфраструктурасының абоненттеріне жалғануға жауап береді. Сол үскене рөлінде қалеген емес терминалы, демек, ол терминалға смартфон, телефон, басқа бір Wi-Fi құрылмалары болуы мүмкін. Міне, солар кіреді. Міне, сол шлюзлар арқалы емес болмаған терминаллар, демек, жалғану мүмкін. Демек, емес бір технология, екінші технология бір-бірімен жалғау үшін ең ақуай тілмен айтқанда, бұл транспорт дәрежесі ортадағы адаптер вазифасын алып барады. Демек, екінші технология мен басқа технология бірлестіру үшін құрылма ортадағы. Транспорт, если тикарға үскенлер, транспорт бойынша тикарға үскенлер, бұлар MRF, Medical Research Function деген. Демек, бұлар терминлер,
Demek sizlerge bu platformadan berilip koyup da erteң aldığınızda so'rov bolup düşedi. Kıskарган sözler mi? Sol texnologiya, yani media serverler imkaniye hizmetini atkarады. Bu multimedia resurslar, yani sizlerdeki dağıslı, video, başka baylanışlarda kontrollü sonuç verip, jetkirip berip kontrollörü hesaplanады. Kontrollör bolup hesaplanады. O aytып kaldım. Keyingi ikinci türü mine MRFP, Media Browser, mana R başka jaktan bölüp ketdi. Mana Browser Function Process. Demek bu konferens baylanışları üçün. Mana konferensiyalık baylanışlarda siz televizor arkalı görürsüz. Bu yerde itibar bergen bolsanız, bu yerde sol texnologiya, eğer sizler apvay internet emas, optik kabel arkalı baylanıştırıp koyuptu, sonun üçün hiç kanday erkelesiz malumat jetip real vaqtda baradi. Eğer bu internette başka texnologiyalardan faydalanıp korporativ tarmaksız jibергende, kandaydır жазып alıp yetkirip bergende o yerde erkelesiz uçraydı. Bunu sınap görseňiz bolady. Apway televizor menen, yani ne deymiz, analog kabeldi körüp oturup ham sonu mına hazırkı kündägi DV tüneri arkalı көрсөтөт телевизор. Аны сону itibar бериң, олар цифровой канал. Демек цифровой каналда сизге кечип келеді бул маалымат. Демек ол жазылган маалыматты жиберет, прямо эфир болгондо жазып, яғни былай карап өтүп барады. Ал мына айтып атырганыбыз міне MRFC, міне конференция байланышлары үшін. Бұл корпоратив тармак аркылуу силерге маалымат жеткирип береді. Міне телевизорлерде мәселен кандайдыр учурашуулар башкада артында майда мульти телевизорду көрсөтөдү. Башка демек региондагылар кирип сол убакытта, реал убакытта сол конференция дегенде улуу жагдайда айтылады. Учурашуу боламы, кандайда бир нелер сону реал убакытта бакылап баруу мүмкүн һәм жеткирип барылуу. Міне bunun үшін арнаулы технологиялар бар екен. Сол хакында айтылып атыпты. Демек кейингиси міне MRFP процессоры. Ош, демек бұл бұйрықтарды муаqqat, yani бірден бірлігін һәм сол ресурсларға бөлісуіні қадағалап барады. Демек оның үшін тикарғы функциялары бар. Міне хабар беру қызметлері һәм басқалар үшін мультимедиа маалыматларны ағыстыруды қызмет қылады. Міне бұл дегені сіздер білесіз. Міне тікелей эфир деген бар. Тікелей эфир бұл кайсыдыр орынға барып өткөрүү мүмкүн. Демек сол өткөрген убакытта сол тікелей эфирде, сол орында міне сизге информация жеткирип берүү үчүн сол технологиядан пайдаланады. Міне сизге жеткирип берет. Бунун ар жагында сиз тек көрүүчүсүз, бирок ар жагында кетип атырган техник хизметлер міне ушул алпте міне кирүү маалыматларды, агымыны, мультимедиа маалыматлар агышларын кайта издөө һәм транскодлоо, yani жеткирип берген убакта оны шифрлап жиберүү һәм булардын yani транспорт шлюзы, yani байланыш шлюзларыны һәм башка да жеткирип берүүчү протокол каналлардын коммуникациялык тармаклар менен байланышы, тармактагы тармак ара шегаралык шлюзлар, yani бұл IP4, IP6 деп айтылады. Демек bir неше орынға тарқату керек болса, міне шу шлюздармен байланысууда аралык өзара байланыш шериктилигин ta'minlөөдөн үшін иштетилет. Демек бул жерде баары айлап келгени маалымат жиберген үшін бұл маалыматларды өзгеріссіз сол реал сол маалымат жетип баруунан жоопкер болады. Yani o yerdeki malumatlar hazır günde sizler жақсы bilesiz, жасалма интеллект аркылуу сол маалыматты, сол сөйлөп атырган адамды керек болса сол дауысы менен жазып жиберүү мүмкүн, yani өзгөрүш киргизүү мүмкүн. Bunun кауіпсіздік дәрежесі, yani кауіпсіздік функциясынан
жооп береді. Демек, сонам жеткен қауіпсіздігіне де тәмінлеуге мәжбүр болады. Вот міне бір маалыматтың үстінде қанша нәрсе кетіп жатырғанын енді сіз көз алдыңызға келтіру керек. Соның үшін бұл сіздерге ертең тармақты жақсы білсеңіз, қалеген орында жұмыс істеуіңіз мүмкін. Вот сіздер телекомпаниялар болсын, басқа орын болсын, міне сіз мына осы орында қауіпсіздік не, шлюз не дегенге жауап бере алсаңыз, сіз жұмыспен тәмінленесіз сол орында. Сіздерге ұқсаған, яғни айтишник кадр жұмыс істеп барады. Кейінгісі міне Gateway. Демек, support node деген бұл демек не істейді? Міне шлюз түйіні ямаса, маршрутлау түйіні. Бұл дегені бір неден екінші орынға маалымат көшу. Шлюз деген нәрсе апуай тілде үйдегі анау аппаратыңызға, switch аппаратыңыз, соның артына кабель тұрады, сондыға ұқсаған құрылма. Енді бұл құрылма емес, үлкен объемдағы құрылма. Я болса көшедегі көрген болса телекомлар аппаратлардың ящиктер тұрады. Они сол шлюзлар. Ішінде mesela абонент точкалар неше 96 ма, оның енді ящиктің өзінің ішінде кіретін портлары болады, һәм соның интернет тарқатушысы. Міне демек, сіз информацияны сол шлюзлардың біреуінен екіншісіне өткеру керек. Яғни сіз маалымат жібергенде басқа біреуге емес, қайсына жіберу керек. Яғни сіз басқа IP манзилге жіберу керек. Оны бөлістіріп беруде мына орында айтылып атырыпты. Демек, бұл бөлімде. Бұл деген нәрсе, итибар беркіттай кімдір үйіндегі ең болмаса бұл бөлімде айтылып атырған апуай тілмен айтатын болса, үйіңізге ана Wi-Fi роутерді келіп орнатып берген уақытта осының бір екі технологиясы көрінеді сол жерде. Mesela RAN, демек сіздерге байланысты көрсетіп беруші сол жердегі шлюзлардың байланыстырып, одан кейін оптика тарқайды. Егер тарттырған уақытта, я болмаса тексерген уақытта сәл итибарлы болсаңыз, сіздер сол затларды көз алдыңызда өткеруіңіз мүмкін. Міне себебі сізді абонент точка қылу үшін шлюзлармен байланыстыру керек. Ане соның бұл бір бөлімін көрсетіп жатырмыз. Міне RAN деген радио, демек байланыстың кіруді сигналдар үшін. PDEC деген міне пакет gateway, демек пакетлі шлюздар. Қандайдыр маалыматты, бұл жазып алған маалыматты басқа орынға жіберу. Демек, маалымат жіберген уақытта тармақты соны білің. Бұл пакет көрінісінде барады. Яғни бұны айтқанда бір кубик деп ойла, төртмес, соның ішінде қаншадыр объемда цифрлы маалымат бар. Сол маалымат жіберіледі. Сол маалымат толық жетіп барса ғана сізде ашады, жетіп бармаса ол бөлім толық көрінбей қалады. Бұл өткеру процесі транзакция деп айтылады. Жіберіп сол уақытта сіздің қандайда IP манзилі арқылы сіздерге жіберіледі. Бұл транспорт деген сол бірінші орыннан екінші орынға жетіп баруды айтып жатыр. Демек, кейінгісі WAC, міне wireless access gateway, сымсыз кіру шлюзі. Міне сымсыз. Қазір сіз бұл шлюз бойынша сымсыз телефон, сотовый телефон, я болмаса үйдегі Wi-Fi роутерлар, я болмаса әне соған ұқсаған сымсыз сіз компьютер құрылмасымен сіз байланссаңыз интернетке, әне соны тармаққа жалғану тәмінлеуші құрылманы айтылып атырыпты. Кейінгісі міне BGF бар. Access бар gateway function һәм board band access switch. Демек, бұл технологияға міне паласалы пайдалану үскенесіне кіруді тәмінлейді. Демек, паласалы деген бұл сымлы біздің нелеріміздегі оптик кабелі әзір күнде көпшілік солардағы байланысты орнатудан уақытта осы технологиядан пайдаланып істеп атыр. Кейінгісі DSLAM, digital, бұл цифрлы абоненттердің кіруіне шлюзі. Міне цифрлы абонентлер сіз интернетте қандайда бір стационар, қандайда бір тармаққа кіріп, қандайда бір телевидениеден пайдалану каналдар көруіңіз мына үшінші көріністегі келеді. Демек,
Bunu baskаруу тиеслиги, демек басқару дәрежесі кейінгі бұл емес функцияларының жиындысы. Олардың байланыс сеансларының басқару бойынша һәм әрекетлер әмелге асырылады. Яғни тикарғы элементі бұның кал session control function. Демек, шақыруларды һәм сеансларды басқару функциясы менен элементі. Демек, бұл сіздердегі байланыстағы бұл жерде қандайдыр бір байланыс орнатпақшы болсаңыз, демек сол байланысты бақылап барушы бұл жерде. Демек, соны басқарып барады. Ең акуай тілмен түсіндіретін болсақ, бұл енді сол екен деп қатып қалу керек емес. Қазір мен сіздермен байланысып отырмын. Қазір қандай да бір тармақта ма басқа жерде байланыстан үзілсе, мен үзіліп қалып қағаларыңыз отыруыңыз мүмкін. Қайтадан мен сол байланысқа кіруім мүмкін. Демек, бұл емес платформасында басқару кімдің менен шығып кетіп, қайтадан соны кіріп, сол протокол арқылы қайтадан жұмысымыз давам еттіру мүмкін. Міне, бұл бір мысалы. Енді ол сіз көз алдыңызға келтірің, енді дүние жүзінде глобал тармақтағы маалымат алмасуда қандай да бұндай үзілістер жүз беру жағдайы көп болады. Міне солар уақытында мына басқару, яғни сол маалыматты алып, сол протокол қайтадан ұсыну, соны тәрбиелеуші бөлім. Кейінгісі міне серверинг. Демек, бұл қызмет көрсетуші, яғни һәмме сип хабарларға қайта істей алады. Олар менен ақырғы құрылмаға алмасу өткереді. Демек, бұл жерде сізге келіп түскен маалыматты біз қазір былайша айтқанда тармақтағы маалымат қайсыдыр басқа абонент, демек біз қайсыдыр компания я болмаса лума шекленген маалымат алу имканиятымыз бар. Демек, сол маалыматларда өзгеріс кірту имканияты сол рұқсат берілген орында, рұқсат берілген абонентлер өзгерту имканияты бар. Ол енді, демек, сіздердің маалыматыңызды пайдаланушының трафигін көре алады, өзгерте алады. Бұл деген тиісті органдар хақында айтылып атырыпты. Сіздердің соның үшін маалыматыңызды сіз өшіріп тастаған жағдайыңызда ол маалыматты қайта тікілеп көру имканияты бар, өшіп кетпейді. Демек, сіз қайсыда бар айлап кейін сол IP мәнзіл сіздің шлюздағы мәнзіліңіз болады. Әне сол мәнзіл арқылы сізді қайттан сол кім екеніңізді анализ ету имканияты бар. Хош. Ал кімде сұрау бар? Неше адам болдық енді? Сұраулар бар ма маған? Жыбырлатпай тұрсаңыз, қазір мен сіздердің саныңызды біліп аламын, кімнен кірген. Мұрат бар. Кімде сұраулар бар? Түсінікті болып ба месін? اه Міне біреуіңіз қашып кетті ме, не болды? Міне кейін хаба болып жүретін адамдар көп та. Неден хаба болады? Әзір мен тексеріп алдым, тастадым. Мен бұлардың жоқ адамына ембі қойып тастаймын әзір да. Һәм кейін өткенде қайсыда бір группадан бір қыз сілерден шеттетіліп кетті. Даже ембідан қатынаспай. Ол кейін айтады,
Үйünün içinde mamасы шығып отырыпты да маған кешіресіз дейді, мен қызым маған айтқан жоқ дейді, оқудан шеттетілген. А міне ішінде және бар мына семестрден именно